Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ораза айында шай дастарханына ұсынатын қазіргі таңда хит болып жатқан шоколадты құрма, яғни финики в шоколаде жасайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл өте маңызды достар. Қазақша контенттің дамуына үлес қоса кетіңіздер. Ең алдымен осында құрмаларымызды алып, жақсылап жуып, тазартып алатын боламыз. Және оны осындай құрғақ салфеткаға суынан құрғатып алуымыз қажет. Жақсылап құрғатып алдық. Енді бізге осы құрманың арасынан салуға осындай орехтер қажет болады. Мен осындай екі түрлі орехтерді пайдаландым. Және осындай бізге шоколад қажет болады. Қайнап тұрған суда осылай суды бір қайнатып, ерітіп алдым. Міне шоколадымыз дайын болды. Және бізге шпажкалар қажет болады. Міне құрмамызды кесіп, арасындағы дәнінен ажыратып аламыз. Кез келген құрманың түрін пайдалануға болады. Мен осындай екі түрлі құрманы пайдаландым. Және оның арасындағы дәнінен ажыратып, орнына осындай орехтерді, жаңғақтарды салып шықтым. Зубочисткамен осы кесілген жеріне қадай отырып, шоколадқа батырып алатын боламыз. Шоколадымызға осылай батырып, қолымызда кішкене ұстасақ болғаны. Және үстіне де сәндеп әрлеуге тағы да осылай орехты қойып, және де оның үстіне кокосовый стружкаларды сеуіп шықтым. Әрине, әрлеу әркімнің өз қалауы, еркі бойынша. Не барлығын осылай ретімен жасап алатын боламыз. Міне қара шоколадпен осылай бір шама құрмаларды осылай жасап шықтық. Енді ақ шоколадпен де жасап көрсететін боламын. Міне ақ шоколадымызды ертіп дайындап алдық. Оларды міне біртіндеп осылай шоколадымызға батырып, малып, осылай жасап шығатын боламыз. Ақ шоколадпен де өте әдемі, дәмді болып шығады. Міне осылай барлық финикилерді осылай жасап шықтық. Өте әдемі, ерекше болды. Дәмі де өте керемет болып шықты. Қайталанбас, ерекше дәмді болып шықты. Оразада, ауызашарда, шай дастарханына ұсынуға керемет десерттердің бірі. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын,
Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі ерекше тағамдармен, рецептілермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен Сандуғаш Әбдіқұлқызы.